Бәріне сәлем достар, бүгін сіздермен жамбас сүйегі оскоксыны талдайтын боламыз. Жамбас сүйегі үш сүйектің бір-бірімен сүйектік ткандер арқылы байланысуынан тұрады. Ол бізде мықын сүйегі ос илиум, шонанай сүйегі ос иси және шат сүйегі ос пубистен тұрады. Үш сүйектік ткандер арқылы байланысып, ортасында ұршық ойысын құрайды. Фосса ацетабули. Ол бізде ортан жіліктің басымен буын құрайды. Және ойыста біз буындық бетті көреміз, жарты ай тәрізді. Оны фацис луната деп атаймыз. Және ұршық ойысының тілігі инцизура ацетабулиді байқаймыз. Мықын сүйегі ос илиум. Ол бізде денесінен корпус және үлкен қанаты аля илиумнан тұрады. Денесінде доғалық сызық орналасады, линия аркуата жоғары қарай өрмелеуші бағытта. Және қанатының ішкі және сыртқы беттерін ажыратамыз. Ішкі бетінде мықын ойысы фосса илиака орналасады. Денесінен линия аркуата арқылы бөлініп тұрады. Қанатының жоғарғы қырында, жиегінде бізде қырқа орналасқан криста илиака. Қырқаның ішкі бетіндегі ерні лябум интерна криста илиака деп аталса, сыртқы бетіндегі ерні лябум экстерна криста илиака деп аталады. Сонымен қатар бұл ішкі беті болса, сыртқы бетінде линия глута деп аталатын бөкселік бұлшық еттер бекитін сызықтары орналасады. Ішкі бетінен қарайтын болсақ, біздің көретініміз алдыңғы жоғарғы қылқан спина илиака anterior superior және мықын сүйегінің алдыңғы төменгі қылқаны спина илиака anterior inferiorды көреміз. Сонымен қатар артқы қылқандары бар. Артқы жоғарғы қылқаны спина илиака posterior superior және төменгі артқы қылқан спина илиака posterior inferiorды көреміз. Сонымен қатар жоғарғы бөлікте мықын сүйегінің бодыры тубероситес илиака және құлаққа ұқсаған буындық бет фацис аурикуляристі байқаймыз. Ол бізде сегіз көз сүйегімен буын құрайды. Келесі сүйегіміз ол бізде шонанай сүйегі ос иси деп аталады. Ол денесінен және бұрыш жасап орналасқан бұтағынан тұрады. Денесінде спина исиадика орналасқан шонанай қылқаны. Шонанай қылқанының жоғарғы бөлігінде үлкен шонанай тілігі инцизура исиадика майор орналасқан. Және қылқаннан төмен кіші шонанай тілігі орналасқан инцизура исиадика минор. Бұтағы бұрыш жасап орналасады және ол форамен обтуратум, яғни жапқыш тесіктің қабырғасын құрауға қатысады. Жапқыш тесікті негізінен шонанай сүйегінің бұтағы мен шат сүйегінің артқы, яғни төменгі бұтағы құрайды. Бұрыш жасаған жерінде көтеріңкі тубер исиадикум орналасады. Келесі сүйегі ол бізде шат сүйегі. Ол денесінен және жоғарғы төменгі бұтақтарынан тұрады. Сонымен қатар алдыңғы бөлігінде фацис симфизалис деп аталатын буындық бет орналасқан. Ол бізде қазаға симфизін құрауға қатысады. Жоғарғы бұтағы мен мықын сүйегінің денесі қосылған жерінде көтеріңкі мықын шаттық көтеріңкі орналасқан эминента илиопубика деп аталады. Жоғарғы бөлігінде қырқасы пектин осис пубис орналасқан және артынан қарағанда бізде жапқыш
жүлге сулкус обтураториум орналасқан және бір-біріне қарама-қарсы орналасқан туберкулум обтураториум постериор және туберкулум обтураториум антериор. Жапқыш төмпешік алдыңғы және артқы төмпешіктерді ажыратамыз.